Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жолдау, кезектен тыс сайлау, Тоқаев неге асықты деп аталады. Қонағымыз Сат газетінің бас редакторы Ермұрат Папи. Ермұрат аға, уақытыңызға рахмет. Кеше президент Тоқаев халыққа жолдауында күзде президент сайлау өтетінін мәлімдеді, кезектен тыс, және оған өзінің қатысуға дайын екенін айтты. Жалпы бұл оның мерзімін, осыған дейінгі мерзімін есептен шығарып тастаудың амалы ма? Әңгімемізді осыдан бастасақ, жалпы бұған дейін көршілес елдерде Ресей президенті Владимир Путин, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев та осыған ұқсас қадамдар жасаған еді. Өздерінің мерзімдерін жаңа обнулять ету дейді орысша айтқанда. Бұл да бір Тоқаевтың сондай қадамға баруы ма? Жалпы осы жолдаудағы президент Тоқаевтың шешімі өте түсініксіз болды. Мынау сайлау мерзімнен бұрын президенттік сайлау жариялау жөніндегі шешімін мен түсінбедім. Әлі алдыда 1,5 жылға жуық уақыт бар. Одан да көбірек болуы мүмкін. Келесі жылдың желтоқсаны. Тіпті Назарбаевтың өзі бұндайға бармаған. 2 жыл бұрын, мерзімнен бұрын сайлау өткізіп көрмеген. Ал енді ойда жоқта осындай шешім қабылдау мен үшін ешқандай түсініксіз. Себебі біріншіден ол өзі алдыңғы жолдауларында айтылған, осы мынау биылғы наурыз жолдауында айтылған бастамалары мен тапсырмаларының бірде-бірі орындалған жоқ. Ешқайсысы орындалған жоқ. Оның үстінде қаңтар қырғынынан кейінгі мәселенің өзі шешілген жоқ. Бұл жақта халық зарлап жатыр. Жазықсыз сотталғаны бар, қырылғанын өз алдына. Жазықсыз сотталып жатқаны бар, оңгенегі зорлық зомбылық көріп жатқаны бар, тергеудің бар, солардың бәрі мәселе шешілген жоқ әлі. Енді осындай кезеңде қаншалықты қажет етеді сайлау жариялай қою, мен осыны түсінбеймін. Осы мәселенің біразын шешіп алып барып, жаңағы анау наурыз жолдауында айтылған мынау негізгі саяси заңдарға өзгеріс енгізіп алып барып, тағы да бір қатар өзінің берген уәделерін орындап барып сайлау жарияласа, онда тағы да бір түсінігі оларды. Жарайды. Бұл Назарбаевтың дәстүрінде уақытынан бұрын, мерзімнен бұрын сайлау жариялау жатыр ғой деп айтуға болар еді. Ал қазіргі мынау қадамында қандай онда қитұрқылық бар, қандай қисын бар, мен оны қазір нақты басып айта алмаймын. Бірақ мынау жалпы сарапшылар арасында осы кешеден бері айтып жатыр, Тоқаев 2024 жылға дейін күтетін болса, елдегі әлеуметтік экономикалық жағдай күн сайын ушығып бара жатыр. Содан бір жағынан сескеніп отыр. Екінші жағынан Назарбаев әулетінің өкілдері есе қайтарама деген қорқынышы бар. Сол үшін де осындай қадамға барып отыр деген болжамдар айтып жатыр. Сіз жалпы бұл болжамдармен келісесіз бе? Жалпы әрине, мына жоралғы ретінде айтқанда келісуге болады. Оған мен қосымша айтар едім, мысалы үшін биыл Тоқаев мырза 69 жаста. Ол 24 жылғы сайлауда ол 71 жаста болады. 69 пен 71-дің арасында айырмашылық бар ғой. Анау 69, анау 71 деген сияқты халықтың арасында сондай 70-ден асқан шал екен ғой деген қабылдау болуы мүмкін. Екіншіден, жаңағы сарапшылар айтып жатқан елдегі экономикалық жағдай, қымбатшылық, дағдарыс, мынау тарифтердің өсіп жатқаны, халықты кеңірдектен алқымнан алып қысып жатқан қиыншылықтар, кедейшілік, оның бәрі әрине алғышарт болуы мүмкін ол Тоқаев үшін. Сондықтан мен енді бұл жерде анау сырттан мынау Назарбаевтың өкілдері жаңағы сыртқа қашқаны бар, Эмираттағысы бар, басқасы бар, кезекті 24 жылғы сайлауға дайындалып баруы да мүмкін деген сөз, оған да келісуге болады. Олар қажет болатын болса, қазіргі сайлауға да түсіреді. Оларда шексіз миллиардтаған ақша, доллар есептелетін мүмкіндік мол. Оның үстіне қазіргі Тоқаевтың аппаратында отырған президент әкімшілігі болсын, министрліктер болсын, үкімет болсын, соның барлығында 80%
Назарбаевтың адамдары отыр. Саботаж жасап жатқандар солар. Қазіргі Тоқаевтың берген тапсырмаларын орындамай жатқандар солар. Бұл жерде қаншалықты президент Тоқаевтың пәрмені мықты болып жатқанын мен білмеймін, оның қасында емеспін. Бірақ дегенмен ол айтылған анау наурызда айтылған дүниелердің бәрі осы уақытқа дейін созылып келуінің мен түсінбей отырмын. Сондықтан бұндай қорқыныштардың бар болуы ол ықтимал дүние. Енді ең бастысы жаңағы мен соңғы нұсқаға тоқтасам, жаңағы сыртқа қашып кеткен, жаңағы биліктен кеткен Назарбаевтың жүйесінің өкілдері қайтадан сайлауға түсіп билікке келуі мүмкін деген пікірді айтқан кезде, әрине ондай қатері бар. Олар тіпті осы президенттік сайлауға түспесе де келесі жылғы парламенттік сайлауға түседі. Олар парламенттік сайлауға түсіп, жаңағы өздерінің бір қолшоқпар партиялар арқылы қазір құрып жатыр ғой, неше партия. Сондай арқылы парламентке жетіп, ол парламентке барғанда жаңа Тоқаевтың ұсынған жаңа Қазақстан жасау үшін бармайды. Олар Қазақстандағы билікті қайтадан алып алу үшін, өздеріндегі жағдай статус квоны сақтап қалу үшін, өздерінің жаңа билігі бар, басқасы бар, байлығы бар, бәрін жаңағы халықтың Қазақстанның жағдайында заң негізінде сақтап қалудың амалымен барады. Сондықтан қатер бәрібір қалай болғанда да бар. Бұл үшін мен ойлаймын, егер осы президенттік сайлау қараша айының аяғы желтоқсанның басында өтетін болса, ал парламенттік сайлауды сол президенттік сайлаудан кейін жариялап жіберетін болса, оны қаңтар ақпаннан қалдырып өткізетін болса, онда келісуге болады. Тоқаев мырза жаңағы өткен режимнің адамдарынан, соның саясаткерлерінен сақтанып, осы сайлауларды жиі өткізіп, тезірек өткізіп, елдегі билікке, елдегі мынау саяси институттардың бәріне өз адамдарын кіргізуге, өзіне жақтастарды, өздеріне мұңдас сырластарды кіргізуге құштарлық танытып жатыр деп түсінуге болады. Ал енді наурызда өзінің жариялаған заңдары, жаңағы сайлау туралы, саяси партиялар туралы заңдарда өзгеріс енгізіп, тезірек осы сайлауды тезірек өткізіп, парламенттік сайлауды өткізіп жіберуге, одан бері оған кім қолын байлады? Содан бері 6-7 ай өтті. Ешқандай жыбыр жоқ. Сондықтан бұл жерде әрине енді болжап айтатын болсақ, дәл қасында тұрған жоқ, бірақ дегенмен бұл кісінің өзінің де салғырттығы бар. Салғырттығы, мимырттығы, жаңағы. Ең бастысы, мен өзім ойлаймын, бұл кісі ешқашан саяси шешім шығарып көрмеген адам ғой. Ол сыртқы істер министрі деген не? Ол президенттің сыртқы саясатын жүргізетін адам. Ол 30 жылда сыртқы істер министрлігінде отырып, Назарбаев шығарған сыртқы саясатты жаңағы сыртқы саясатқа делдал болған оператор болып отырған адам шешім шығарып көрген жоқ. Сондықтан осы қазіргі соңғы кездегі оның жаңағы салғырттығы ма, қалай айтуға болады, асықпай жаңағы маң-маң басып жүрісінің бәрі сол шешім шығару қабілетінің кемшілігінен бе деп ойлаймын. Әйтпесе сол наурыз жолдауынан кейін бірден 1-2 айдың ішінде апыл-ғұпыл сайлауларға, заңдарға өзгеріс енгізіп жіберіп, осы күзде парламенттік сайлауды өткізіп жіберсе, осы қазір мысалы үшін қыркүйек, қараша, қазан айларында. Онан кейін барып 2 айдан кейін президент сайлау өткізіп жіберсе, жаңа жылдың басында. Онда түсінуге болар еді, Тоқаев мырза мынау бұрынғы Назарбаевтан қалған мынау күштерден, жаңағы саясаткерлерден, қашқындардан, коррупционерден қорқып отыр деп айтуға болады. Ал қазіргі жүрісте мен ойламаймын бұл солардан сескенгендіктен сайлауды, президенттік сайлауды тезірек өткізіп жіберейін деп отыр деген қисынға көп келіңкіремейді. Бірақ ондай қорқыныш бар, оны мойындау керек. Жалпы Тоқаев бұл жолғы сайлауында Назарбаев туралы бірде-бір сөз айтқан жоқ. Сіздің ойыңызша не себепті ол экс-президент туралы бір ауыз сөз айтпады? Назарбаев туралы ғана емес, жалпы бұл жолдауында бұл кісі коррупция туралы да мандатып ештеңе айтқан жоқ, 1-2 ауыз сөз болғаны болмаса. Онан кейін мынау осы қаңтар қырғынынан кейін елден қашқан жаңағы қашқындар, осы қаңтар қырғынына себепкер жаңағы билікте отырған адамдар туралы да ештеңе айтқан жоқ.
былай қарап тұрсаң, ол солардың бәрін президент ретінде кешіріп, ал енді сендер кеттіңдер, рахмет, жақсы, сол алдарынан жарылқасын, біз енді осында қалып осында сәл өткізейік деп жатырмыз деген сияқты оларды былай санадан, ойдан, қаперден сызып тастаудың амалы сияқты болып көрінеді. Негізінде жаңағы қаңтар қырғынына да, одан кейінгі мына Назарбаевтан қалған режимге, саясатқа бір баға беру керек еді деп ойлаймын енді. Баға беріп, содан кейін біздің ендігі бағытымыз осындай деген сияқты бір нақты бір 2-3 қадамды көрсетіп атау керек. Сондықтан мен ойлаймын енді жаңағы мынау қашқын кезіндегі биліктің басында болған бишкештерге өзінің бағасын бермеу, олардың атын атап түрін түстемеуі бұл кісінің жаңағы әу бастағы президент кезіндегі президент, қазіргі экс-президент Назарбаевпен арада жасасқан уағдаластықтың салдары ма деп. Сол анау әлгі Сатыбалдыны жауапқа тартады, оны кім Назарбаев жаңағы құрбандыққа шалып, соның нәтижесінде жаңағы Сатыбалдыны беріп, қалған байлығын, қалған туысқандарын, қалған жаңағы мұрасының бәрін сақтап қалудың амалын жасап отыр ма? Сонымен бірге жаңағы пәлеқаланың бәрін Кәрім Мәсімовке жауып, қаңтардың мынау қанды несінен, мұрасынан қашудың амалы ма? Сондай бір әрекеттері болуы мүмкін. Бірақ осының бәрін егер де солай болған жағдайда, онда Назарбаев пен Тоқаевтың арасында жасалған алғашқы уағдаластықтың әлі жалғасып келе жатқанын мойындауымызға тура келеді. Жалпы Тоқаев осы жолдауында президенттің өкілеттік мерзімін 5 жылдан 7 жылға созу және бір реттен артық сайланбау жөнінде айтты. Бұны жалпы қалай сіз түсіндіңіз? Бұл бастаманы тағы да бұл конституцияға өзгеріс енгізу ғой. Біз 3 ай бұрын референдум арқылы, неге осыдан 3 ай бұрын осы бастаманы ұсынбады? Референдум сұрақтардың арасында жаңағы осы нені неғып енгізбеді деп ойлайсыз? Негізі, егерде Тоқаевтың жолдауына былай мән беріп тыңдасаңыз, ол кісі былай деген сияқты. Осы президенттік сайлаудан кейін барып 7 жылдық мәселені қолға аламыз деген сияқты айтты. Ол дәл осы сайлауда 7 жылға түсем деген сияқты. Мен олай түсінген жоқпын. Ол өйткені сөзінде айтты. Осы президенттік сайлаудан кейін президенттік құзыреттің 7 жылдық мәселесін қараймыз дегенде қылып айтты. Соған қарағанда бұл әрине бұндай өзгеріс енгізу, бұл конституциялық заңға, конституцияның өзіне енгізілетін өзгерістер ғой. Соған қарағанда мен ойлаймын, егер де президенттік сайлаудан кейін осындай өзгерістер енетін болса, онда жаңағы айналдырып әкеп, қайтадан осы президенттің құзыретін сол жаңа өзгерістерге тығып жіберіп, Тоқаев мырзаның егер сайланып кететін болса, оның жаңағы президенттік мерзімін 7 жылға айналдырып жіберу әбден мүмкін. Бұл жерде енді неше түрлі саяси технологиялық қитұрқылықтар жетеді ғой. Оның үстіне біздің Қазақстанның өзі қоғамы сондай инертті ғой, жаңағы салғырт, мимырт, жаңағындай мынау жоғарғы саяси истеблишментте болып жатқан өзгерістерге сондай самарқау қарайды. Жарайды қойшы, бұл бізге қатысы жоқ қой деген сияқты. Ал енді түптеп келгенде, сол жақта болып жатқан өзгерістердің бәрі қоғамға, халыққа тікелей қатысты екеніне біз қазір мән бермейміз. Бұл анау кезіндегі Назарбаевтың заманынан қалған дәстүрдің жалғасы біз қоғамдағы. Біз ол кезде Назарбаевқа қарсы қоғам ештеңе істей алмады, қорықты, үрей болды. Содан кейін жаңағындай салғырттық, самарқаулық болды. Енді сол заман кетті, жаңа Қазақстан құрып жатырмыз дейміз. Азда болса жаңағы біздің мынау түрмелерде саяси тұтқындар отыр дегеннің өзімен десек те біраз жылымық бар ғой. Соны пайдаланып қазір қоғам, халық өре түрегеліп осындай өзгерістерге өзінің ерік жігерін танытып,
қарсылық, наразылық белгісін білдіру керек қой. Мәселен, мен осы ойлаймын, қазір мынау президентке кімді ұсынамыз деген сияқты талқылаулар жүріп жатыр қоғамда, азаматтық қоғам тарапынан. Мен ойлаймын, дәл осы ортада қазір президенттің мына сайлау өткізу жөніндегі жарлығы шыққанға дейін үлкен митингілер өткізіп, мына сайлау туралы заңдарға өзгеріс енгізіп, жаңағы мынау Қазақстан халқының құқығын бұзатын анау 5 жылдық не деуші еді, анау мемлекеттік қызмет болу керек деген талапты алдырту жөнінде бүкіл елде толқу тудырып, үлкен митингілер өткізіп жіберсе болар еді. Бірақ оған біздің қоғамда қаншалықты ынта ықылас бар. Ол да әрине жаңағы сұрақ тудыратын жағдай. Мен ойлаймын, әрине қоғамда ондай митингілер өткізуге ынталы топтар бар, бірақ ол топтардың ынталы белсенді азаматтардың осындай ықыласын қолдап кететін біздің Қазақстанның жалпы қоғамы бар деп ойламаймын. Қазіргі сол Ермұрат аға эфирден шығып кетті ғой. Біз көрермендерден кешірім сұраймыз техникалық ақаулар үшін. Қайтадан қосып көрейік эфирге. Бір звондап бұзып жіберді ғой. Алло. Иә, Ермұрат аға, сіздің видеоңыз бірақ көрінбей тұр бізге. Енді көрінді аға. Жалғастыра берсеңіз болады. Ойда бөлініп кетті ғой. Онда Ермұрат аға, мынандай сұрақ қойсам сізге. Жалпы жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, бұл заң 7 жылға ұзарту, халыққа сайлана алмау деген, ол осы сайлаудан кейін жүзеге асырылады деп. Жалпы енді сонда президент Тоқаев осы сайлаудан кейін бұл сайлауда 5 жыл отырады ғой, менің түсінгенім бойынша. Жоқ, егерде неге конституцияға өзгерістер енгізілмейтін болса, ескі заңмен сайланатын болса, әрине ол 5 жылмен сайланады. Бірақ артынан егерде президент айтқандай, Тоқаев айтқандай, бұл жаңағы 7 жылдық мерзімді онан кейін жүзеге асыруға кірісеміз дейтін болса, артынан біздің парламенттегі қалтада жүрген ойыншық қуыршақ парламент қой, бір күннің ішінде өзгертіп береді бәрін. Конституциялық заңдарға, бәріне. Бірақ енді конституцияға өзгеріс енгізу мәселесін, оны қалай істейтінін мен енді ол жағының процедурасын нақты білмеймін. Оған референдум қажет, әлде басқадай. Көрермендерден тағы кешірім сұраймыз, өйткені Ермұрат аға қайта эфирден шығып кетіп жатыр. Тағы да қосып көрсек. Құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, біз қазір осы кеше президент жолдауын талқылап жатырмыз. Саясаткер, Дат газетінің бас редакторы Ермұрат Баев. Мынау байланыс нашар болып жатыр, соны қайтадан көріп жатыр. Байланыс нашар болып. Ермұрат аға, онда енді неге келсек, парламент сайлауына келсек. Парламент сайлауы келесі жылға белгіленді, енді көктемде өтеді деп айтып жатыр, бірақ қазір осы уақытқа дейін бірде-бір партия жаңадан тіркелген жоқ. Енді оны тіркеледі деген нышанда байқалмайды, жалпы нағыз тәуелсіз партиялар. Бірақ партиялар құрылып жатыр. Әртүрлі азаматтар, кейбір азаматтар партиялар тіркей алмай жүр. Бірақ осындай жағдайда жаңадан тағы да парламент сайлауы өткізудің қандай қажеттілігі бар? Жоқ әлде бұл Тоқаевтың парламенттегі Назарбаевтың адамдарын тазартып, өз адамдарын отырғызудың амалы ма? Негізінде осы жолдауында президент Тоқаев биылғы жылдың аяғына дейін тіркелетін партияларды тіркеу қажет деген бір сөз айтып қалды. Ондай бір тіркестер кетті. Егер ол кісінің ниеті дұрыс, жаңағы қоғамға деген ықыласы шында да бар болса, онда биылғы жылдың аяғына дейін жаңағы тіркеуге ұсынылған
партияларды тіркеуге алу керек. Бұл да жаңағы асығыстықтың бір түрі болып шығады әрбірден кейін. Қазір анау Эмиратқа қашқындардың өкілдері осы жерге келіп партия тіркеп, партия құрып, жаңағы парламенттік сайлауға дайындықтарын бастағанға дейін парламенттік сайлау өткізіп жіберу, ол шынында да былай қарағанда Тоқаев үшін және мынау саяси билік үшін бір қажетті шара деп ойлаймын. Ал енді қазір тіркеуге ұсынылып тіркелмей жатқан 5-6 партия бар. Егер осыларды тіркеп жіберетін болса, қазір ұсынылған партияларды, олардың өзі де шынында да келесі парламенттік сайлауға қоғамның жеткілікті өкілдері болар еді. Олар, мен жаңа қайталап айтып кетейін, осы қазір тіркеуге ұсынылған партиялардың ішіндегі мен білетін барлығы мынау билікті төңкеріп тастайық, бір қыран жойқын орнатайық, немесе жаңағы тағы да қаңтар тудырайық деп жүрген азаматтар емес бұлар. Бұлар қоғамды өзгертейік, тіпті Тоқаевпен бірігіп өзгертейік деп жүрген азаматтар бар ішінде. Осы тұрғыдан келгенде ешқандай қатер жоқ. Мүмкіндігі болғанда әрине мынау жаңағы біздің таңдау партиясынан бастап соңғы мынау өтініш берген осы 4-5 партия қазір тіркеуде тұр ғой, 7-8 партия. Солар тіркеп жіберіп, келесі жылғы сайлауға соларды өткізуге болады. Ешқандай қатер жоқ. Негізі Қазақстаннан где-то бір 15-20 партия сайлауға түсетін болса, Қырғызстанда 24-25 партия түсті ғой. Алақан деген оймақтай Қырғызстаннан. Бізден 25-30 партияның түсуге құлқы да бар, құқықтық мүмкіндігі де бар, және елдің, жердің жағдайы да соған мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сондықтан ешқандай қауіптену қажеті жоқ. Қоғамға билік ашық келу керек. Біз осылай. Не себепті тіркемей отыр деп ойлайсыз? Қорқып отыр ма сонда, жоқ деп биліктен айырылып қаламыз деп қауіптене ме? Бұл енді бұрыннан қалған синдром, Назарбаевтың заманынан қалған синдром. Өйткені саяси партия деген Назарбаевтың заманында билікке таласушы саяси күш деп қабылданды. Қазірдің өзінде сол дәстүр әлі жалғасып келе жатыр. Егер де әлде бір олигархтар немесе шеттегі бір ақшалы адамдар әлде бір партияны қолдап, оны парламентке өткізуге күш салып, жаңағы парламенттік партия болатын болса, онда жаңағы қоғамда теңселіс, қозғалыс туу мүмкін, биліктегі тұрақтылық бұзылуы мүмкін деген сияқты ой олардың санасында қалыптасып қалған. Ал егер де анығында келгенде ол Қазақстанда тіркелген партиялардың бәрімен диалог жасауға болады. Олармен бәрімен келісіп, ортақ мүдде, ортақ ұлттық, мемлекеттік, халықтық мүдде тұрғысында кез келген осы қазіргі партиялардың кез келгенмен келісім жасасуға болады. Әрине жаңағы коррупциялық мәселе, басқа да ұрлық, қарлық, халыққа қарсы, қоғамға, мемлекетке қарсы келіп жатқан мәселелер жөнінде мәміле таба алмаймыз. Ал егер жаңағы ең бастысы қазір мынау солтүстіктен геосаяси жағдайымыз қиын болып тұрған кезде мына Россияның Украинаға Бірақ та Елмыртаға осы уақытқа дейін жаңа сайлау туралы заң өзгерген жоқ. Тәуелсіз бақылаушыларды жыл өткен сайын қысып жатыр. Өткен осы референдумды да біз байқадық, тәуелсіз бақылаушылардың жұмысына кедергі жасаған. Осындай жағдайда енді кандидат ұсынып оппозиция тарапынан сайлауға қатысу, бұл бір сайлауды бір легитимдету жасау ма, жоқ әлде бір заңдастырып берудің амалы?
Қарағаннан осы неден қарап отырмыз ғой, жолдаудан көріп отырмыз. Бұл жолдау халыққа бір ырыс, бақ, дәулет әкелетіндей жолдау емес қазіргі тұрғысында. Бұл президент Тоқаевтың сайлау алдындағы жолдауы. Сайлау алдындағы бағдарламасының жолдауы. Сондықтан мықты жігіттерді ұсынып, ішінен әрине мәміле табу керек. 5-6 үйім, 10 шақты үйім, бүкіл Қазақстанның азаматтық қоғамы бірлесіп пе, жаңағы 2005 жылғы бірегей кандидатты шығарды ғой. Қазақстанның саяси күштері бәрі бірігіп, әділетті Қазақстан деген қоғамға бірікті, за справедливый Қазақстан. Солар барлығы коммунистері бар, ішінде Алға бар, ДВК бар, Азат бар, ОСДП бар, бәрі бірігіп бір кандидатты шығарды. Сол сияқты қазірде ондай мүмкіндік бар, әрине. Егерде қоғамдағы белсенді азаматтар, мынау қоғамдық пікірдің лидерлері сондай болса, әрине бірлескен кандидат шығарып, бүкіл Қазақстанның қоғамын сол бір кандидатқа дауыс беруге шақыруға мүмкіндік толығына жетеді. Бірақ біз ырың-жырың жаңағы басымыз бірікпейтін 40 құрау бірге ала ма бұл жолы сол бірегей кандидатты ұсынуға біздің жаңағы оппозициялық ұйымдар болсын, қоғамдық ұйымдар болсын, бірігіп бір кандидатты ұсынуға бір қауқарлы ма? Қазір біз қарасақ, бірақ бөлшектеніп жүр, тіпті бірінің митингіне бірі бармайтын. Жатып қолдау жоқ дейді қазір. Енді тек қана анау ишарасы жерленді. Әлі оның қай күні болатыны, қай уақыт екені жөнінде указ шыққан жоқ, жарлық шыққан жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, қазірдің өзінде қоғамда талқылаулар жүріп жатыр. Әрбір топтардың арасында. Мен ойлаймын, елдің мүддесіне, мемлекеттің, халықтың, ұлттың мүддесіне, ұлттың жаңағы болашағына азаматтық жауапкершілік болған жағдайда, әрине қоғам бірігу керек. Бұл жерде тек қана бір президенттің ғана мәселесі емес шешілетін, ертеңгі президент. Бұл жерде халықтық, мемлекеттік мәселе, біздің тәуелсіздігіміз мәселесі шешіледі. Осы тұрғыдан келгенде қоғамдағы белсенді, мықты азаматтар осы тұрғыда түсіну керек деп ойлаймын. Осы тұрғыда түсініп, қоғамды біріктіріп, халықты біріктіріп, жаңа бір жұдырықтай болып сайлауға түсу керек деп ойлаймын. Тіпті 2 кандидат, 3 кандидат түсін. Бірақ барлығы жаңағы Тоқаевқа, биліктің партиясына Тоқаев бола ма, басқа бола ма, альтернатива жаңағы тіпті соған үміткерлер болу керек деп ойлаймын. Бұл жағдайда қоғамда бірлесу, топтасу болу міндетті. Одан басқа бізде жол жоқ. Жалпы енді осы альтернативный жаңағы кандидат ұсындық делік жарайды, барлығы күші бірігіп, бірақ сайлауда жеңіліп қалса, одан ары қарата не істеу керек? Енді митингіге шығу керек па, қарсылық білдіру керек па? Енді өмір бір сайлаумен бітпейді. Бір сайлаумен Қазақстанның қоғамы, Қазақстан мемлекеті тоқтап қалмайды, әрине. Бұның бәрі енді біз 30 жыл Назарбаевтың езгісіне шыдадық қой. Бұдан да өтерміз. Бірақ біз енді қазірдің өзінде жаңағы соглашательский дейді ғой, жаңағы келісімпаздықпен жеңіліс табатын адамның пиғылымен қарамау керек бұл сайлауға. Біз міндетті түрде жеңеміз. Мына Назарбаевтан қалған жүйені бытшын шығарып, тасталқанын шығарып, біз жаңа Қазақстан құрамыз шында деген сондай ашық ниетпен бару керек. Және сондай жігермен бару керек. Ал енді осылай бір қатта салайықшы, соған жүре салайықшы, мен соған бір жаңағы қатысып көрейінші деген сияқты бұл баланың ойын емес бұл жерде. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы ең бастысы қоғамдағы белсенді мықты азаматтардың мына халық алдындағы, ел алдындағы
өзінің азаматтық парызын түсініп, топтасып бір кандидат шығарса деген менің үмітім бар. Соған бүкіл қоғам, бүкіл Қазақстан жұмыс істейтін болса, бүкіл Қазақстан қаңтар 40-нан кейінгі Тоқаевтың билігін емес, жаңадан ұсынылған үміткерге дауыс беретін болатын болса, біз бұл билікті шынында тас-талқан шығарамыз. Тура сыпырып тастаймыз. Рахмет Ермұрат аға, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқаныңызға. Сау саламатты болыңыздар. Рахмет.